Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге зефирлік массадан роза, ранункулюс және хризантема гүлдерін жасап көрсететін боламын. Алдымен бізге ол үшін қандай насадкалар қолдану керектігін таныстырып өтейін. Гүлдің жапырақтарына арналған насадка. Насадка нөмірі 113 болу қажет. Шығатын бас жағы 1,5 см. Одан кейінгі мен гүл жасау үшін 126-125 насадкаларын қолданатын боламын. Олармен ранункулюс гүлдерінде жасауға болады. Және де мен хризантема гүлін жасау үшін номері 80-дік осындай насадканы қолдандым. Оның бас жағы ровно 1 см болу қажет. Алдымен гүлдерімізді жасамас бұрын насадкаларымызбен кондитерлік қаптарымызды дайындап аламыз. Менде каналымда зефирлік массаның рецептісі бар, жоғарыда сіздерге ссылкасын қалдыратын боламын. Алдымен роза гүліміздің жасыл жапырақтарына арнап, зефирлік массамыздың бір ғана қасығын алып аламыз. Одан кейін роза және хризантема гүлдерінің негізін отырғызу үшін массамыздан 2 қасықтай аламыз. Одан кейін мен массаны 2-ге бөлдім. Бір бөлігін сары түске, екінші бөлігін розовый түске бояп алдым. Сіз өзіңізге қалаған түсіңізді бояп алсаңыз болады. Зефирлік гүлдерімізді жасағанда ең маңызды ереже ол зефирлік массамыз суып кетпеуі қажет. Біздер тез жұмыс жасауымыз керек. Зефирлік массамыз суып кететін болса, ол тез қатып қалады да
гүлдерімізді жасай алмай қалуы мүмкін, немесе ол іртік-іртік болып, ірмек болып қалады. Зефирлік массамызды суып кетпеу үшін духовкада 50 немесе 60 градустық алдын ала қыздырылып қойған пешке салып қоямыз. Мен кондитерлік қағаздарды өзіме осылай ыңғайлы етіп кесіп алдым және розамыздың негізін отырғызатын боламын. Бізге гүлдерімізді жасау үшін мынадай керек болады, ол кондитерский гвоздик деп аталады. Гүлімізді жасар алдында аз ғана зефирін массасын жағып аламыз. Ол біздің кондитерлік қағазымыздың жылжып кетпеуіне көмектеседі. Роза гүлін жасар алдында алдымен зефирлік негізіміздің осылай астыңғы жағын және ортаңғы жағынан зефирлік массамен айналдырып өтеміз. Насадканы негізіміздің ортаңғы жағынан бастап арка секілді етіп жасаймыз. Осылай 3 жапырағын жасаймыз. Одан соң екінші қатарлы жапырақтарымызды бірінші қатарлы жапырақтардан сәл жоғары етіп жасаймыз. Зефирлік гүліміз құлап кетпеу үшін дәл видеодағыдай зефирлік массамызбен тағы да айналдыра шығамыз. Ортаңғы жағынан екінші рет тағы да айналдырамыз. Және де үшінші қатарын жасайтын боламыз. Үшінші қатары жаңағы екінші қатардан тағы да сәл жоғары етіп, арка етіп жасаймыз. Гүлімізді осылай қалдырсақ та болады, ары қарай жалғастырып гүлімізді ашсақ та болады. Келесі төртінші қатарлы жапырақтарымызды үшінші қатардан жоғары қылмаймыз, жай ғана М әрпін жасап жатқан сияқты қылып істейміз. 1, 2 және 1, 2, как М жасап жатқан, М әрпін жазып жатқан сияқты етіп жасауымыз керек. Сонда осылай әдемі гүлдің жапырақтары болып шығады. Енді біздер 5-ші қатарды жасау үшін кондитерлік насадкамыздың үшкір жағын өзімізге қаратып, жапырақтарын ашық етіп жасау үшін дәл видеодағыдай осылай жасаймыз. Міне бізде әдемі раушан, яғни роза гүлі жасалынып шықты.
Менің зефирлік массам уже суып жатыр, сондықтан кішкене іртік болып бастап келе жатыр. Себебі мен сіздерге асықпай түсіндіру үшін зефирлік массам суып кетіп жатыр. Енді келесі розовый розочкаларымды жасағанда міне осылай іртік болып қалды. Себебі зефирлік массам суып кетті. Сіздер ондай жағдайға жеткізбеңіздер. Зефирлік массаларыңызды духовкада 50-60 градуста сақтаңыздар. Және духовкадан шығарған соң миксермен миксерлеп жіберуіңізге болады. Себебі духовкадан шыққаннан кейін ол көлемін кішкене жоғалтып алады. Және зефирлік массаңыз шықпай қалуы мүмкін. Енді гүлдеріміздің жасыл жапырақтарын отырғызатын боламыз. Хризантема және ранункулус гүлдерін жасау үшін массамызды духовкаға сақтайтын боламын. Хризантема гүлдерін жасау үшін алдымен зефирлік массамның негіздерін отырғызып аламын. Біздер қазір ранункулус гүлін жасайтын боламыз. Ол үшін насаткамызды жартылай жатқызып, үшкір жағын жоғары қаратып, қағазымызға айналдыра осылай зефирлік массамызды жасап аламыз. Және де үстінен кішкентай ғана етіп жапырақтарын жасаймыз. Бұл бізде бірінші қатары, енді екінші қатарын жасаймыз. Екінші қатарында дәл солай етіп
айналдыра шығамыз. Үшінші және төртінші қатарлы жапырақтарында жасағанда қағазымызға тақамай кішкене жоғары насаткамызды кішкене жоғары ұстап жапырақтарын отырғызамыз. Және астыңғы бөлігін осылай зефирлік массамен жауып тастаймыз. Бұл ранункулустың негізгі ортасы болып табылады. Тағы да бір рет сізге көрсетіп жіберейін. Аз ғана қалып қойған массадан кішкене ғана негіз отырғызатын боламын. Енді ранункулус гүліміздің үлкен жапырақтарын отырғызатын боламыз. Кішкене арка сияқты қылдырып, осылай дәл видеодағыдай жасаймыз. Бұл негізден бізде кішкене ғана ранункулус гүлі шығатын болады. Егер сіз букет жасайтын болсаңыз, бұндай кішкене гүлдер бізге көптеп қажет болады. Қолымда қалған массадан роза гүлін жасайтын боламын.
Міне, менде осындай бутон шықты. Мен осылай қалдырамын. Сіздер ары қарай жалғастырып, гүлдің жапырақтарын ашып жасасаңыз да болады. Енді қалған массамнан кішкентай ғана бутон жасайтын боламын. Енді хризантема гүлін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге насадкамызды тігінен ұстап, жоғары қарай осылай жапырақтарын көтеріп, ортаңғы жапырақтарын жасайтын боламыз. Одан соң алдымен ең астыңғы жапырақтарын жасап шығамыз. Одан кейінгі қатардағы жапырақтар астыңғы жапырақтардан сәл кішілеу ғана болуы қажет. Мен хризантема гүлін осындай көк түске таңдадым. Сіздер өзіңіздің қалауыңызша боясаңыздар болады. Бүгінгі видеода сіздермен роза, ранункулус және хризантема гүлдерін жасап үйрендік. Ұнаса лайк басыңыз және каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.